Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда тең бүйірлі үшбұрыштар тақырыбына есептер шығарайық. Суретте көрсетілген А, Б, С үшбұрышының тең бүйірлі үшбұрыш екендігін дәлелдеуіміз керек. Алдымен ЕБ, К және ЕДЦ үшбұрыштарын қарастырайық. ЕБ, К үшбұрышының ЕК қабырғасына ЕЦД үшбұрышының ЕД қабырғасы сәйкес және олар тең. ЕК тең ЕД-ға. Енді ЕБК үшбұрышының ЕБ қабырғасын қараңыздар және ЕЦД үшбұрышының ЕЦ қабырғасын қараңыздар. Бұлар тең кесінділердің қосындысына тең болып тұр. Ендеше ЕБ тең болады ЕЦ-ға. Және осы қабырғалардың арасындағы бұрышты қарайық, Е бұрышы. ЕБК үшбұрышының ЕБ және ЕК қабырғаларының арасында тұрған бұрыш және ЕЦД үшбұрышының ЕЦ, ЕД қабырғаларының арасында тұрған бұрыш. Бұл бұрыш екі үшбұрышқа ортақ. Ендеше БЕК бұрышы СЕД бұрышына тең. Сонымен осы жерде үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі орындалатынын көреміз. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісін қайталайық. Егер бір үшбұрыштың екі қабырғасымен арасындағы бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес екі қабырғасымен олардың арасындағы бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар өзара тең болады. Сонымен ЕБК үшбұрышы мен ЕЦД үшбұрыштары тең болды. Егер ол үшбұрыштар тең болатын болса, онда олардың сәйкес бұрыштары және сәйкес қабырғалары да тең болу керек. Ендеше ЕБК бұрышы ЕЦД бұрышына тең. Және ЕДЦ бұрышы ЕКБ бұрышына тең болады. Және ДЦ, БК сәйкес қабырғалар тең болады. Енді біз ДБА үшбұрышы мен КАЦ үшбұрыштарын қарастырайық. ДБА үшбұрышының ДБ қабырғасына КАЦ үшбұрышынан КЦ қабырғасы сәйкес келеді және олар тең. Және есептің алдыңғы бөлімінде дәлелдеп кеткеніміздей, Б бұрышы С бұрышына тең және БДА, СКА бұрыштары да тең болады. Өйткені бұл бұрыштар өзара тең болатын ЕДЦ, ЕКБ бұрыштары менен сыбайлас бұрыштар болып табылады. Оны біз белгілеп көрсетейік. Сонымен, осы екі үшбұрышта біз үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі орындалып тұрғанын көріп отырмыз. Яғни, бірінші үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болды. Ендеше, үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша ДБА үшбұрышы КЦА үшбұрышына тең болады екен. Осы екі үшбұрыш тең болғандықтан, олардың БА және АЦ сәйкес қабырғалары тең болады. Ал бұдан шығатын қорытынды АБЦ үшбұрышы тең бүйірлі үшбұрыш. Енді екінші тапсырманы қарастырайық. Тең бүйірлі үшбұрыштың қабырғаларының орталары да тең бүйірлі үшбұрыштың төбелері болатынын дәлелдеңіздер. АБЦ тең бүйірлі үшбұрышын алайық. АБ және АЦ бүйір қабырғалары болсын. Ендеше олар тең болады. Сонымен қатар тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең, яғни Б бұрышы
С бұрышымен тең. Енді осы үшбұрыштың қабырғаларының қақ орталарынан нүктелерді белгілейік. АБ қабырғасының ортасы Д нүктесі, АС қабырғасының ортасы Е нүктесі және БС қабырғасының ортасы F нүктесін белгіледік. Осы үш нүктені қосып, DEF үшбұрышын аламыз. АБ менен АС тең болғандықтан және DE нүктелері осы қабырғалардың қақ ортасы болғандықтан АД, ДБ, АЕ, ЕС кесінділерінің ұзындықтары тең болады. Және БС қабырғасының ортасы F нүктесі ендеше BF, F, С-ға тең болады. Енді біз BDF және EFC үшбұрыштарын қарастырайық. Осы үшбұрыштарда DB және EC қабырғалары тең. Сонымен қатар BF, FC қабырғалары тең. Және осы қабырғалардың арасындағы BC бұрыштары тең екенін білеміз. Ендеше осы жерде үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі орындалып тұр. Яғни BDF үшбұрышы EFC үшбұрышына тең екендігін көріп отырмыз. Олай болса, оның барлық сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштары тең болу керек. Ендеше DF қабырғасы EF қабырғасына тең. Осы екі қабырғаның теңдігінен DEF үшбұрышының тең бүйірлі үшбұрыш болатындығы шығады. Міне оқушылар, біз АБС тең бүйірлі үшбұрыштың қабырғаларының орталары да тең бүйірлі үшбұрыштың төбелері болып табылатындығын дәлелдеп шықтық. Енді үйден өздеріңіз мынау есептерді шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.